жаттау қабілетім төмен немесе менің жасым үлкен, жаттай алмаймын деген сияқты мәселеге жолығып жатырмыз. Кез келген мәселенің шешімі бар. Тек оны бір-бірімізге айтып, бөлісіп, немесе әрдайым мысалы жатқан кезде, әлсіреп бара жатқан кезде қуаттандыру үшін қайталап отыру керек. Енді бұл кеңестерді, яғни жаңағы мәселенің шешімін мен өз ойымнан емес, бізге үлкен ұстаздар айтып отыр. Және де өзіміздің Әл-Азғардың докторы Ибрахим деген ұстаз бар универде. Бір рет сіздермен сабақты өтіп жүрміз осындай мұғалім сәниді, соны фейсбукқа салып қойғанда енді ол кісілер де көреді дегендей. Ол кісілер де өздерінің ақылдарын айтты. Соның бірінші мынандай: жас кезде алған ілім әрине ол тасқа қашалған жазу сияқты. Ал үлкейген кезде жаттау, Құран жаттау ол және суға жазған жазу сияқты. Енді яғни қаншалықты айырмашылығын көрсету үшін. Бірақ дегенмен бізде Құранда негізгі мақсат не? Оны жатқа айтып жүру емес, негізгі мақсат не? Оны түсініп оған амал ету ғой. Ендеше қараңыз дейді, енді жаттаған нұр үстінен нұр. Кішкентай кезде адамның, яғни жас баланың жаттау қабілеті жоғары болады да, бірақ не? Түсіну қабілеті сәл төмен болады. Өйткені ол әлі өмірден көп нәрсені көрген жоқ дегендей. Ал үлкейе келе не? Оның жаттау қабілеті сәл азайып, оның былайша айтқан кезде түсіну қабілеті көбейе түседі. Мүмкін 40 жас деген уже және түсініктің кемелденген жасы деген сияқты. Жалпы 35-40 жас, 50 жас деген сияқты. Бұл жаста дұрыс жаттау аз болады, бірақ түсінік көп болады. Енді қараңыз, Құранды сіз, яғни Құранға сіз жас балаға қарағанда сіз жақынсыз. Яғни не, сіздің түсіну қабілетіңіз жақсы. Демек, сізде бұл жерде не? Жас балаға қарағанда, яғни Құранға деген жақындық көп. Сол жағын сіз ескеріңіз, яғни түсінік деген нәрсені. Енді жаңа түсінікті айттық енді, бірақ енді бұл өмірдің заңы осындай. Үлкейе келе сәл жаттау қабілетінің азаюы дегендей. Бірақ осыны, яғни өмірдің заңын сәл кей кезде болады ғой, бұзатын немесе ол нәрсеге бағынбайтын заттар. Соның бірі Аллахқа тақуалық ету, яғни Аллахтан көп қорқу, күнә істерден сақтанып, сауапты істі көп жасау деген сияқты. Аллахқа, яғни тақуалық жасау. Өйткені Құранда Алла Тағала, яғни бұл уәдеде уаттақуллах, Аллахтан қорқыңдар. Аллах сендерді міндетті түрде ілімді беріп үйретіп қояды. Бұл уәде хақ. Сіз Аллахтан шынайы қорықсаңыз, демек сіз Құранды жаттап та түсініп те ала бересіз. Екінші мәселе, бізге сол ұстаз айтатын, мынандай қарапайым халықтан Құранды жаттап бастайтын кісілер бар ғой, үйреніп. Біз яғни прямой эфирде жаңағыдай отыратынбыз дейді. Кейбір кісілер соған отырып, мен кейін көрдім дейді, ол кісілердің Құраннан ижаза алып аяқтағандығын дейді, ижаза алып. Тіпті менің ағам өзі дұрыс оқи алмайтын, қазір ол менен де үлкен қари деп айтады. Сондықтан тоқтатпаңыздар, пайдалы болсын.